Сәлем достар, Нұр Әмір арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз тақым деген не? Жауабы: тақым деген тізенің артқы ішкі жағы. Қазақта тастай берік тақымы, аттан түспес батыры. Сөз өмірдің оғындай, сөйлей қалса ақыны дейді. Немесе тақымың тастай болсын, тақымың талмасын палуан дейді. Тұлпарға тисе тақымың, сауықтың дей бер жарқыным. Яғни тұлпар терапиясы тұлпардың адамға ем екендігін айтады. Сондай-ақ мақал мәтелдерде бар. Жалғыз баласы атқа шапса, атасы ауылда тұрып тақымын қысады. Немесе баласы атқа мінсе, анасы үйде отырып тақымын қысады. Ендеше достар, тақымдарыңыз талмай, тек жеңістің биік тұғырынан көріне беріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.